Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Ол қайда барады?». Бүгінгі сабақта баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсінесің. Мұғалімнің қолдауымен ә дыбысын артикуляциялайсың. Сөздік. Дүкен, магазин, шоп. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша айт. Мен дүкенге барамын. Мен үйге барамын. Мен саябаққа барамын. Оқушылар, қайда сұрағына назар аударайық. Қайда сұрағын қойғанда сөздің соңына ға, ге, қа, ке қосымшалары жалғанады. Мысалы, үй, үйге, дүкен, дүкенге, мектеп, мектепке, тау, тауға, саябақ, саябаққа. Есте сақта, оқушылар, барады сөзінің бірінші, екінші және үшінші жақта қалай айтылатынына назар аударайық және есімізде сақтайық. Мен барамын, сен барасың, ол барады. Екінші тапсырма. Толықтырып айт. Ол қайда барады? Оқушылар, берілген сөйлемдерді тиісті қосымшалармен толықтырып айтайық. Іске сәт. Сөйлемдерді қалай толықтырдық? Бірге тексереміз. Ол қайда барады? Ол мектепке барады. Ол үйге барады. Ол тауға барады. Ол дүкенге барады. Ол саябаққа барады. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Тыңда, оқы, үлгі бойынша сөйлес. Сен қайда барасың? Мен үйге барамын. Ол қайда барады? Ол үйге барады. Есте сақта, оқушылар, қою қаріппен жазылған сөздерге назар аударайық және есімізде сақтайық. Ол барады. Барады сөзі болымды түрде жазылған. Ол бармайды. Бармайды сөзі болымсыз түрде жазылған. Төртінші тапсырма. Толықтырып айт. Сенің досың қайда барады? Оқушылар, берілген белгілерге назар аудара отырып, сөйлемді болымды және болымсыз түрде толықтырып айтамыз. Іске сәт. Сөйлемді қалай толықтырдық? Бірге тексереміз. Сенің досың қайда барады? Ол мектепке барады. Ол дүкенге бармайды. Ол саябаққа барады. Ол үйге барады. Ол тауға бармайды. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Ә дыбысы мен әрпі. Ә дауысты дыбыс. Әже, әке, әріп. Сенің атың кім? Менің атым Әсет. Есте сақта, оқушылар, берілген сұрақтарға назар аударайық. Кім,
не, неше, қандай? Осы сұрақтарды тиісті сөздерге қойып көрейік. Кім? Әже, әке, әсет. Не? Әріп. Не? Дыбыс. Неше дыбыс? Бір дыбыс. Неше әріп? Бір әріп. Қандай дыбыс? Дауысты дыбыс. Оқушылар, берілген сұрақтарды естеріңде мұқият сақтаңдар. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіндің. Мұғалімнің қолдауымен ә дыбысын артикуляцияладың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйде екінші жұмыс дәптерінің 4-ші бетіндегі 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.